көрместен, естіместен иман келтірген үшін қараңыздар. Сондай достар Алла Тағала хижрет етуіне, бірге дос тұтуына ең соңғы сапарға қалдырып қойған екен. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнде жасырын жолығады да бірден келіп жәнегі жоспар құра бастайды. Ертең қалай шығамыз? Күніміз қалай болады? Жолда азығымыз таусылмай ма? Бізге кім тамақты әкеп береді? Соның бәрін кім жоспарлаған? Абу Бәкір радиаллаху анху бірінен кейін бірін жоспарлап танып отырған. Сонда түнделетіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкірдің үйіне қараңғыда келеді, суыт жүреді. Оны байқаған Айша анамыз, сіз бекерден бекер жүрген жоқсыз ғой, не хабар дегенде, Абу Бәкірді айтып, үйдегілердің бәрі шығып кетсін дейді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху айтады: "Я Расулалла, мына қасымдағы анам да, әкем де, мына балаларым да сенің жолында пида ғой" дейді. Айта беріңіз, бұл жерде ешбір сыр жасырылмайды дейді. Сол кезде пайғамбарымыз: "Абу Бәкір, қуана бер, Алла Тағала бізге хижрет жасауға рұқсат етті" дейді. Қуанғаннан шегі жоқ. Абу Бәкір дереу жәнегі ұйымдастырып, жолдағы болатын нәрсенің бәрін ұйымдастырып қараңыздар. Сөйтіп Алланың қалауымен Абу Бәкірдің үйіне кіріп, дайындалып, артқы есіктен шығып кетеді де бірден жәнегі Сәуір тауына тығылады. Сәуір тауы мен Қағбаның арасы 8 шақырымдық жолды қараңыздар, 8 километр. Сол жерге жаяу барады. Жай ғана бармай, аяғының қырымен жүреді. Қараңыздар, ойлаңызшы, 8 шақырым жолды аяқтың қырыменен жүру деген. Сонда пайғамбарымыздың аяғының тілім-тілімі болып, Абу Бәкірдің аяғы да сәл жарақат алып қалады. Сәуір тауына жеткен уақытта Абу Бәкір радиаллаху анху пайғамбарымызды не істейді? Арқасына салады. Арқасына салып көтеріп алып шығады. Қараңыздар, не деген махаббат пайғамбарға деген. Сөйтіп Сәуірдің төбесіне шыққаннан кейін Абу Бәкір радиаллаху анху сол Сәуір тауының өз үстінде 2 үңгір бар. Сонда екеуіне де кіреді, екеуі. Кіріп, ішіндегі қуыстарын бәрін қарайды. Қай жерден қалай жасырынсақ, егер адамдар тапқан жағдайда қалай шығып кетсек, соның бәрін ұйымдастырады. Абу Бәкір бір үңгірді тауып, соған пайғамбарымыз шақырып, соған айтады: "Я Расулалла, келіңіз, мына үңгірді қарап шықтым, осы жерде болайық" дейді. Ол үңгірдің іші бір қатты бір тығылатындай жер емес еді. Адам еңкейетін болса, ар жағы көрініп тұратындай, сондай ғана бір не, мына мост сияқты астынан өтіп кететіндей. Сондай ғана кішкентай ғана үңгір еді. Алайда Абу Бәкір радиаллаху анху үстіне киімдерін, жерде жатқан шөптерді, жәнегі тау тастың немесін, жәнегі шұңқырлардың бәрін бітеп қояды. Кейін пайғамбарымыздың шаршағанын басу үшін өзінің аяғына, санына жатқызып не істейді? Демалып алсын дейді. Қараңыздар. Сол кезде Абу Бәкір радиаллаху анху бір-екі тесік қалып қалады, оны аяғымен жауып демалдырып отырады. Сол кезде аяғынан бірдеңке зиянкес жәндік шағы болады. Пайғамбарымызды оятпас үшін айғайламастан сабыр болып қана отырады. Сонда көзінен жас тамып пайғамбарымыздың бетіне түседі. Сонда пайғамбарымыз тұрып айтады: "Я Абу Бәкір, не болды?" дейді. "Білмеймін, аяғымда бір зиян зат шағып алды" дейді. Сөйтіп қараса, расымен де шағып алған екен. Сөйтіп пайғамбарымыз Абу Бәкірдің аяғындағы шағылған жеріне бисмилля деп түкірігін жағып, не істейді? Алланың қалауымен жазылып кетеді. Өйткені ол кісінің пайғамбарымыздың түкірігінде бетінен тамған қанды да жерге сақап алады. Нестікеден тигізбеген. Қараңыздар, бізге бір сондай бір жаман нәрсе келіп қала ма деп бәрін қорыққан. Оны Алла қаласа қазір бағанда көресіздер. Ухуд шайқастарында пайғамбарымызға 5 адам жамылады. Ибн Қамия бар, Амр бар. Сол сияқты адамдар біреуге дуылғасымен ұрады, біреуге басындағы дуылғасын сындырып жағына кіргізіп жібереді. Екінші адам келіп не істейді? Арқы тараптан сол иығынан ұрады. 2 айдай қолын көтере алмай жүреді. Бір сондай болған оқиғаға Алла қаласа бүгін түнде барамыз иншалла. Көптеген оқиға осы Медина қаласында болған. Мекке қаласында тек қана Алла Тағалаға бірлікке ғана шақырған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы шақта
тек қана Аллаға ғана шақырамын. Қараңыздар. Кейін Мединаға барған уақытта Құрандағы үкім аяттар, одан кейін оның ішіндегі аяттардың бәрін істейді, астарлап түсіре береді. Ата-анаға қарау жайлы, көршіге қарау жайлы, намаздың мәселелері, барлық ішкі заттардың бәрі осы Медина қалаларында көптеген затты бәрі түсе бастайды. Міне сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және Әбу Бәкірдің Сәуір тауына тығылуы жәнегі мүшриктерден алыс болып 3 күн 3 түн түнейді сол жерде. Жұма, сенбі, жексенбі күндері. Ал сол кездерде қарындары аш болмас үшін Әбу Бәкірдің қызы Асма анамыз не істеген? Тамақ әкеліп отырған. Түнделетіп келіп тамақ әкеліп беріп жәнегі ас ауқаттарын беріп тұрған. Таңертеңінде адамдардың ізі қалмас үшін пайғамбарымыз бен Әбу Бәкір жүріп өткеннен кейін артынан Абдулла қойларды алып шығып көшеге Меккенің халқының қойларын адамдарын пұлға бағатын. Сөйтіп алып шығып сол Сәуір тауының маңымен өткізіп сол жаққа бағады екен. Неге? Өйткені сол әбеткі уақыттарда қойларды сауып сүтін төбеге Сәуір тауына шығарып пайғамбар мен Әбу Бәкірге апарып беріп тамақтандырып отқан. Кешкісін ымырт уақытта күн тас төбеге түсіп, екінді уақыттарында басқан уақытта Абдулла жәнегі қойларды қайтадан түк білместен қойды бағып қайтадан кешкі уақытыменен Меккеге кіріп отқан. Сөйтіп 3 күн жалғасқан. Қараңыздар. Соның арасында Әбу Бәкірдің азат еткен құлы болған Әмір деген. Ол да сол немені қастарында көмектесіп, не жағдай жетпейді соның бәрін атты да, түйені де ақырет шығарып дайындап отқан. Қараңыздар. Әр нәрсе жоспармен орындалып отқан. Сен бүгін келесің, сен ертең келесің, 3-ші күні Асма сен бізге тамақ келесің, қолымыздағы біткен кезде сен жеткізушін деп. Сонда Асма анамыз тамақты алып кеп берген кезде дорбасының байлайтын жібі болмай қалады. Сонда жаңа орамалын екке жыртып, біреуін беліне байлайды, екіншісін не істейді? Дорбаны байлап пайғамбарымыз бен Әбу Бәкірге береді. Сондықтан Асма анамыздың атауы екі белбеудің иесі деп атанып қалған. Сонда Асма анамыз айтады: "Я Асма, мен саған қарыздармын" деп пайғамбарымыз айтады. Өйткені сен бізге сондай жәнегі беліңді буып тұратын белдің орамалды кесіп, екіге бөліп, біз үшін қамданып жатқан үшін мен саған қарыздармын дейді. Сөйтіп Асма анамыз бірден үйіне кетеді. Кейін мүшриктер 4-ші күні болған уақытта сол таудың басына шығады. Қараңыздар. Төбесіне шығып, жақындаған кезде Әбу Бәкір тыпырши бастайды. Мыналар бізді қазір ең кесе болды, көріп болады ау деп сондай қорқа бастайды.